Қарасай ауданында Әз-Наурыз мерекесіне орай ардагер спортшылар арасында ауқымды спартакиада ұйымдастырылды. Дәстүрлі додаға облыстың әр өңіріне 300-ге жуық спортшы қатысты. Жарысқа қатысушылар спорттың 6 түрінен сынға түсті. Кезекте спартакиаданы асыға күткен ардагер спортшылардың бірі жасы 70-тен асқан Берік Жаманқұлов. Зейнетке шыққалы ардагерлер ұйымына мүше болып, саламатты өмір салтын жанына серік етіп келеді. Талғардан келген қарт шахмат шебері. Зияткерлік ойыны жүк ауруларының алдын алатын бірден бір қорғаныш құралы деп біледі. Шахмат ойнаған адамның мына Альцгеймер ауруына шалдықпайды. Өйткені ардагерлер шахмат ойнағанда ойланады. Сол ми қабілеті күшейе бастайды. Екіншіден, мына бір-бірімен қарым-қатынаста болады. Жалғыз шахмат туралы емес, әлеуметтік жағдай туралы айтылады. Дәстүрлі спорт жарысы жылына 3 мәрте ұйымдастырылады. Жыл сайын турнирдің ауқымы кеңейіп, оған алыс жуықтан арнайы келіп қатысушылар қатары артып отыр. Бұл шара ардагер спортшылардың басын қосатын нағыз мерекеге айналған. Жылынан үш рет Наурыз мерекесіне, жеңіс күніне және ұлы дүниежүзілік қарттар күніне байланысты осындай үлкен ауқымды спартакиада өтеді. Ол спартакиада спорттың 5-6 түрінен міндетті түрде өткіземіз. Ардагерлер бәрі риза, барлық спорт түріне осындай ынталандыру қаржы қойылған, жарыстан жоғары деңгейде ұйымшылдық мәселеде өтіп жатыр. Еліміздің болашағы жастардың қолында дейді, бірақ ол жастарда болашақта ел басқару үшін, білім алу үшін осындай ардагерлеріміз болу керек, жол көрсететін, тәрбие беретін, білім беретін. Сол себептен осындай олимпиада чемпиондар, әлем чемпиондар шығып жатыр. Соларды дайындаған осы жаттықтырушыларымыз бар. Қазіргі таңда ардагер болып жатыр. Ол кісілерді біз де ұмытпау керекпіз, біз де сыйлау керекпіз. Облыстық спорт басқармасы қаржылай қолдаған биылғы спартакиаданың жалпы жүлде қоры 1,5 миллион теңгені құрады. Жарыстың алғашқы күні шағын футболдан талғарлық спортшылар көш бастаса, волейболдан Қарасай ауданының командасы жеңімпаз атанды. Құрманжан Қасымжанұлы, Жадыра Жалдыбаева, Нұрлан Досмағамбетов, Қонаев медиа.